Ауыл қалалық келіннің үшінші сериясын шығармай кеттім. Бәріңіз сұрап атсыздар, үшінші сериясы бар ма, әлі екінші сериядан тоқтаймы деп. Жоқ, екінші сериядан тоқтамайды. 4 немесе 5 серияға шейін барады, уайымдамаңыздар. Бұл қалалық келіннің үшінші части сериясы. Басыма жатып тіркеліп влог басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. 2 күн арада 10 күн өтеді. 2 күн қалады. Так, тұрайын. Бүгін біздің кететін күніміз бекен. Жоқ, әлі 2 күн бар ғой. Жарайды. Так. Ерте тұрдым бүгін. Так. Мен осыны кие салайын. Так, мен бүгін күшті болды. Наконец-то ерте тұрдым. Енді барып шай қояйын. Ақырына дейін. Айта қазір апамдар ойын кетеді. Так, шай қояйын. Ал, так, қандай тамақ пісірсем болады? Бүгін пирог пісірейін. Так, сында. Астына салатын, так. Жоқ, бұл емес. Вот осыны салайын. Так, ойбай. Все, болды, күтейік. Так, болды. Енді апамды тұрған күтейік. Шайынды қойып қояйын. Ой, құрсын тұрайын. Таң атқапты ғой уже. Ой, кухнядан бір еске батыр. Жарайды, қазір барам. Кино алайын. Ей, шал, тұр. Не болды? Қайда мен очкиім? Не болды? Тұр, таң атып кетіпті уже. Ойбай. Жұмысыма баруым керек мен. Кухнядан ес шығып жатыр. Жүр соны көрейік. Келін бекен. О, апа, тұрдыңыздар ма? Келіңіздер, отырдыңыздар. Ой, айналайын. Келін екен ғой. Бағила келем екен? Білмеймін. Так, бүгін соңғы күнім. Бір рет кеп кетейін, сосын кимеймін. Күн шығарым. Ой, қалайсыздар, апа? Ой, мені Бағила келді. Келіп отыр. Қалайсыздар? Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ой, твай, шүкір. Мәулен қайда? Қазір мен оны оятып келейін. Қазір. Мәулен. Тұр, апамдар шақырып жатыр сені. Тұрсын таң атты дейді. Ой, қазір. Мәулен, тұр деймін саған. Не болды? Таң атпасам адамды айғайлап оятып. Тұрса енді. Тұр шайға. Жарайды. Так. Біз кететімізге 2 күн қапты ғой. Апамдарға не айтам енді? Жарайды, көрем. Такс, болды, барайын енді мен. Әкеліңіздер шайға берейін. Дәмді күрістіктер сапсың ғой? Иә, бүгін таң ата тұрдың. Мәнс. Ой, рахмет. Мәнс ата. Бөлеме. Рахмет. Ас болсын. Мәнс. Ой, рахмет келін. Ал, жеп отырыңыздар. Не деген дәмді? Енді мен көп емейім енді. Сондықтан да бір кек кетейін деген ғой мен. Жарайды, жей қойыңдар. Иә, сондай жағдай болған. Мен қазір бір жаққа шығып келейін, иә? Болдым, рахмет.
ойбай, таң атпастан қайда кеттің бала? Жарайды. Сүт тұр ма? Сиыр сауып келдіңдер ма? Алдында қалған сүт қалған. Болды бәсі, жетеді солда. Жарайды. Мен аяқып жинай салайын. Жарайды, біз залда отырамыз. Келмесең көмектесейін. Жүр, өзіміз істей бара беріңіз. Жарайды онда. Такс, енді менде 2 күн қалды кетуге. Такс, күтейін кішкене шыдайын, сосын кетейін. Бұл аяқтан қайтадан қалада жүрем. Такс, все болды. Сен ғана қапсың ғой? Апамдарға 2 күннен кейін кететінімізді айтып қойма, түсінің ба? Түсінің ба, 2 күн қалды кетуімізге. Ешкімге айтпа, даже апысында дегеде айтпа. Олар 2 күннен кейін кетейін деп жатыр ма не? Срочно апаға айту керек. Айтпаймын ғой. Айтсаң болды ғой. Жарайды, жұмысыңды істей бер. Сосын киімдерін жинап қой, түсінің ба? Апаға өзім айтып түсіндірем. Бара бер. Такс. Апа не істеп жатсыздар? Сау отыр. Олар 2 күннен кейін кетейін деп жатыр ғой. Не істеймін? Бағила не болды? Жай ештеңе. Такс, this is жупсайын. Ура! 2 күннен кейін кетеміз. Конечно, кететін болдық қойнан аяқтан. Сиыр сауып жүрмеймін тағы. Алқамаса болды. Кетіп бара жатып. Жарайды. Етпейтін шығар. Менде ондай ой жоқ, может. Қалада өзіміз жалғыз. Бұлтына сүтті құйып нету керек. Такс. Все барайын енді. Сіздерге шай қалып кетпейін бе? Жаным сол алып кепер, сол шырағым менің. Жарайды, қазір алып кеперейін. Такс, апамдарға шай құйып апап берейін. Ой. Такс. Болды. Қазір өзім кофе құйып ішіп алам. Апсын сізге алып кеперейін бе? Жоқ, керек емес. Такс, мәніз апа. Айналайын, рахмет. Жайды мен кеттім. Ура, 2 күн кетеміз. Кетеміз. Қазір мен киімді жинап қояйын. Такс. Аналар не істеп жатыр екен? Киім жинап қояйын, кетеміз, наконец-то. Қатты қуанып тұрсың ба? Прям. Такс, жинай берейін. Так, мынау. Отырып барайыншы. Не істеп жатсыңдар? Не үшін жинап жатсың? Біз кетейін деп жатырық. Қалай кетейін деп жатсыңдар? Қайда кетейін деп жатсыңдар? Қалаға 2 күннен кейін кетеміз. Сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Сөйткен екенсіңдер ғой, болғандарың 10 күн. Не бір айға жеткізбедіңдер? Не деген адамсың? Апам көрсем өлтіреді сендерді. Келін, кішкене бола тұрмадыңдар ма? 1-2 күн. Біз уже билет алып қойғанбыз. Сендерді адам дейді екен, ауа. Мен негізі шынымды айтсам, бұл ауылдан кеткім келмейді. Шынымен бе? Қатты бауыр бас қалдым. Апама жылы сөздер естеймін. Қалада жүрсек, ешкім менің көңілімді таппайды. Не істейміз? 1-2 күн бола тұрайық. Онда жарайды. Шын айтып тұрсың ба?
Онда 1-2 күн боламыз. Иә. Жүр айтайық енді апамызға. Апа, мама, аталарға. Не болып қалды? Ой, андалар ғой 2 күннен кейін кетеміз деп жатқан. Чемодандарын жинап жатыр. Не болып, не үшін келдіңдер? Құдай қасқа, не дейді? Сіздер дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Мен негізі осы ауылға қатты бауыр басып қалғанмын. Біз 3-4 күн боламыз. Тым түсінбей тұрмын. Не отырын аяқтайтыншы мағанда? Мен жаңа барғанда бұлар киімдерін жинап кетейін деп жатты. Мен не істеп жатсыңдар дегенде, киімімізді жинап жатырық деді. Сосын қайда барасыңдар дегенде, қалаға кетейін деп жатырық деді. 2 күннен кейін. Сосын мен ашуланып кетіп қалдым. Иә, негізі ашуға булығып киім жинап жатқан, бірақ кеткім келмей қалды. Ой, айналайын. Соған бала көңіліңді түсіріп түстің бе? Жарығым менің. Енді біз 4 күн қаламыз. Үй, айналайындар. Келіңдер бірге отырайық. Достар, 3 сериясын ұса, 4 сериясын күтіңіздер. 4 сериясы соңғы сериясы болады.